Қара бала жетіспей тұр. Тамара Асар отбасылық суретін бөлісіп, жазба жариялады. Әнші Тамара Асар жаңа жылды қасиетті Мекке қаласында қарсы алды. Өнер иесі отбасымен бірге умра сапарына барып, Қағбада құлшылық жасап қайтқанын әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Әншінің бөліскен суреттерінен оның жолдасымен бірге қасиетті орында жүргенін көруге болады. Жазбасында Тамара Асар жаңа жылға ақ жарма тілегін арнап, жаңа басталып жатқан 2026 жылдың әр күні жақсылыққа толы болуын тілеген. Ардақты ағайын, жаңа жылдың ашылғалы тұрған есігі құтымен берекесімен ашылсын. Жаңарып жатқан 2026 жылдың күнтізбесі әрбір күнімізді жақсылықпен тізе берсін. Еліміздің, жеріміздің, отбасымыз бен ошағымыздың, сіздермен біздердің амандығымыз бен ынтымағымыздың нығайтуына тілек тілеудеміз. Алла қабыл етсін, деп жазды ол. Құрметті көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда ең алдымен адамның ішкі тыныштығы мен ниетінің тазалығы ойға келеді екен. Жаңа жылды даңғазамен емес, қасиетті мекенде қарсы алу әркімнің жүрегіне жақын келетін таңдау емес, білесіздер. Бірақ түсінетіндер үшін өте мәнді қадам. Тамара Асардың отбасымен бірге умра сапарына барып, Қағбада дұға жасауы оның осы кезеңде рухани дүниеге көбірек мән беріп жүргенін аңғартады. Әсіресе жаңа жылға айтқан тілегінде байқадыңыздар ма, жеке басынан гөрі елдің, жұрттың амандығын тілегені көп нәрсені көрсетеді. Бұндай сәттерде адам атақ даңқтан алыстап, пенде ретінде өз-өзімен бетпе-бет қалатындай әсер береді екен. Әлеуметтік желідегі пікірлер де әдеттегідей әртүрлі. Бірі шын жүректен тілек айтса, енді бірі әзіл қалжыңын қыстырып кеткен сияқты. Бұл да бүгінгі қоғамның айнасы сияқты ма? Бірақ бастысы бұл сапардың әнші үшін мағынасы терең екені көрініп тұр. Әр адам жаңа жылды өз түсінігімен, өз сенімімен қарсы алады. Біреу думанмен, біреу үнсіздікпен, ал біреу дұғамен. Осындай жаңалықтар кейде асыққан өмірдің ішінде бір сәтке тоқтап, мен неге ұмтылып жүрмін деп ойлануға себеп болатын сияқты.